ей? Не бірден ой түбіне шымып қалдың? Саған ондай жараспайды. Ал мына байрам ақшамында ойнайық, күлейік, бір өмірден ләззет алып жасайық. Дұрыс айтасың, достым. Мен де бір уақытлары осылай етіп, кафелерде отыратын едім. Тап қазіргідей болып ба? Яқ. Қазіргіден ұлыма басқаша. Құлағым сенде, айта бер. Күйеуім менің қадды қауметі келіскен, жүда шырайлы жігіт. Ол мені қаттыға жақсы көреді ойнады. Менің үстімде ескі палтон болғанлығы үшін кеуіл кейпиятым жоқ. Жетіспеушілігім себеплі өзі көне жалғыз палтоным бар еді. Мен сол палтонымды қатты жаман көретін едім. Маған әр қашан жараспай тұрғандай болып түйілетін еді. Қала берді отырған жерімізде ең арзан әпуайы кафе болғанлығы үшін әтте ішіп отырған кофемізде оншелі мазалы емес еді. Мен сонда арман ететін едім. Қашалардыр біздер қымбат, дәрдебелі ресторанларда жақсы кофелер ішеміз екен деп. Мен қашан соңғы модаларға сай киінеді екенмін деп. Ал күйеуім болса жұпынылау киінгеніменен көздері масалладай жанып, маған қарап сүйсініп отырар еді. Бірақ менің не үшін кеуілсіз екенімді білмес еді ол. Себебі ол мені жанынан артық жақсы көрер еді. Сонда сенің қолайсыз жүргеніңді күйеуің білмеді ме? Ол сәл кейінірек сезді. Қымбат бақалы киімдерді киген бір жас бардамлы хаялмен соқтығысып кеткенімізде жылтыр гауһар таслармен безетілген құндыз малахайды күйеуім дәрхал жерден алып, сол хаялдан қайта кешірім сұрап, қолына ұстатты. Ол хаял болса маған пәс назерменен жеркеніп қараулары, менің менсінбей қарап тұрғанлары сезіліп тұрар еді. Тимур болса маған аяншыл көздермен қарағандай болды. Камила, мені кешір, бәрі жақсы болады. Бір іләжін тауып, көп минет етіп, саған таза палто беремен. Сәл күте тұрып жаным. Әлбетте алып беремен. Құрдастың әперген пальтосын киіп алған шығарсаң, кидім десе? Ол өзін оттан алып, суға ұрып, зауытта қауіплі травма алып, бұл дүниядан ерте кетті. Кешір достым, арасында осындай ойланбай сөйлеп қоятын әдетім бар. Қысқасы достым, менің өмірімде ресторанлар, қымбат бақалы киімлер, қоса тағыншақлар,
бәрі болды. Бірақ енді кеш. Себебі ол жоқ. Достым, білесің бе? Мен көбінесе сол арзан кафедегі әрбір күнімді, әрбір уақытымды сағынып, сүйіп, соның менен жасаймын. Маған білсем енді сол уақытлар менің үшін ең қадірлі, ең бақытлы уақытларым екен. Мен жасылық еттім бе? Енді бәрін енді түсініп атырмын. Мен де білмеген екенмін достым. Уақыт ұлы күндар дейді. Сондай жақсы уақияларды естен шығаруға бола ма? Мен саған қалған өміріңде мазмұнлы өмір тілеймін.